Just one night, oh my god. 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 Ассалаумағалейкум, қайырлы көрермен, қалдарыңыз қалай? Байланыста картасы YouTube арнасы, оның тұрақты жүргізушісі мен Әділбектің ұлы Төлеген. Тәке, шолулар қайда? Обзорлар қайда? 2 аптаға қайда жоғалып кеттің деген барша көрерменге алғысым шексіз. Біз қайтадан оралдық. Бізде бүгін британдық эстет, аристократ, Land Rover, Range Rover автобиографи. Кеттік. Jamal and Andrew. Bet bitten tastar, bittiten bastar. Sen dis bitten zat var, ешкімге айтпа, астар тамыта. Range Rover'дің нақ осы шанағы 2017 жылдың қазанында жарық көрді. Біздің қолымыздағы нақты нысан, нақты көлік, екінші дәуірлеу кезеңінде, яғни рестайлдан кейін жарық көрген автобиографи лонг нұсқасы. Яғни қарапайым автобиографи, Range Rover автобиографидан 200 мм-ге ұзынырақ. Аталмыш өзінің алдыңғы 3-ші буындағы бөлімінен өзгерістері алдыңғы радиатор торы өзгерген. Байқасаңыздар, қазіргі таңда кәрістер, немістер, жапондықтар алдыңғы радиатор торын барынша үлкен қылып жасап жатыр. Бірақ Range Rover өзінің аталары, өзінің бұрынғы әкелеріне ешқашан өзгерту енгізген емес. Яғни бұл Range Rover'дің шамдарын өзгертсек, ең алғашқы 2-ші буындағы, 3-ші буындағы жарық көрген Range Rover'дан аумай қалады. Әрине, одан бері қаншама ғасыр, қаншама уақыт өтті. Алғашқы Land Rover 1970 жыл жарық көрген. Бұл 3 есікті, толыққанды жол талғамайтын автокөліктердің бірі болатын. Сонымен 94 жылға дейін жарық көріп, өзінің жалпы автокөлік өндіру үстіндегі өзінің ойбалар орын алды. Кейін бізде Range Rover деген түсінік енген кезде біз көбіне Range Rover'дің модель мен комплектациясын шатастырып жатамыз. Құрметті жігіттер, модель Range Rover, Land Rover Discovery, Land Rover Range Rover, міне бұлар модель. Ал енді автобиографи, Velar, бұлардың бәрі ішіндегі комплектация. Яғни Range Rover Sport дейтін біз білетін тағы бір көліктер бар. Мына жерде қазір сүйретін қалдырып кетем. Бұл да өте қатты дамып келе жатыр. Discovery әрине қазір көп өнімге шығарылмайды. Ол тоқтатылды, жалпы шығарылма. Дегенмен қазіргі таңда Range Rover'дің дәуірі жүріп тұрған кез. Яғни Land Rover бұл автокөліктің маркасы, Range Rover бұның моделі. Есте сақтап алдық қой. Кеттік ары қарай. Автокөліктің жалпы көлемі жайында өздеріңіз байқап тұрғандай, бұл шынымен үлкен көлік. Ұзындығы 5200 мм. Дәстүрлі 3-ші буындағы Range-тан 200-300 мм-ге ұзынырақ, ал дәстүрлі бұл лонг нұсқасы болғандықтан 4-ші дәуірлеу кезеңіндегі Range Rover-дан 200 мм-ге ұзынырақ. Яғни ол 5 метр болса, бұл 5 метр 200 мм. Яғни толыққанды жол талғамайтын үлкен көліктердің бірі. Ені жайында, ені 1100 мм, биіктігі 1860 мм. Жай ғана бір көзбен қарап шығайықшы. Барлық жинақы. Бұл жерде британдықтардың өзіндік ерекше талғамы бар екенін аңғарамыз. Яғни алдыңғы біздегі капоттың өзі өзгерген, 3-ші буындағы Range Rover'дан біршама өзгерістер енгізген. Әрине 2012 жылдан бері арада 9 жыл өтіп кетті. Біздің қолымыздағы нұсқа 2019 жылғы. Бірақ дегенмен өзінің G сегментіндегі автокөліктердің ішінде Range Rover өзінің сапасы жағынан, орындалу мәнері жағынан, сонымен қатар дизайн жағынан көзге бірден түседі. 4-ші буындағы рестайлдағы Range Rover алдынан біршама өзгерістерге ұшыраған. Әрине, қазіргі таңда алдыңғы радиатор торының үлкен қылып жасау барлық автоөндірушілердің фишкасына айналған секілді. Бірақ Range Rover өзінің дәстүріне ешқашан өзгерту енгізген емес. Бұл жалпы Range Rover'дің ең басты өзінің былайша айтқанда белгісі сияқты. Сондықтан барлығы жинақы, қарапайым төменгі бамперге көз салсақ, барлығы орынды. Байқасаңыздар, Range Rover бұл толыққанды жол талмайтын көлік болған күннің өзінде барлығы жинақ орындалған. Тіпті есікті ашқан күннің өзінде бізді мінетін ыңғайлы баспалдақ шығады. Range Rover әрине өзінің жерлесі аталасы Bentley'ға аз кем ұтылады, бірақ дегенмен ішкі интерьер, экстерьер барлық биік деңгейде жасалған. Айтып отырмын ғой, мынадай былғарыны ешбір автокөліктен таппайсыз, нақты осы сегментінде. Әрине қымбат, әрине байлықтың белгісі. Дегенмен Range Rover өзінің сұрағасының бағасына тұрады. Себебі бұндағы барлық деталь толыққанды ойластырылған. Есіктерді соңына дейін жеткізу системасы,
сонымен қатар ең соңғы модификациялы баптаулардың барлығы бұл көлікте бар. Бұны спорткарға да, бизнес люкс классқа да жатқыза алмайсың. Соның ортасындағы бір будан, яғни егер сіз мықты қозғалтқышы бар, кең көлемді, жай ғана жүргізушімен жүретін көлікті іздесеңіз, бұл сіз іздеген көліктің бірі. Әрине, бағасына сай келеді. Range Rover толыққанды аристократтық көлік екенін айта кетейік. Бұл жерде барлық кішігірім бұрандаларына дейін әрбір кішігірім деталь толыққанды ойластырылған. Яғни сіздің ешқандай жаныңызды қинаудың қажеті жоқ. Демек, Range Rover'дің басты мақсаты жалпы адамға деген толыққанды комфорт, толыққанды ләззат сыйлау. Қазіргі таңдағы барлық автоөндіруші, автоконцерндер, зауыттардың барлығы нұсқайтыны жеткісі келетін мақсаты да сол, бірақ дегенмен де Ұлыбритандық өндірушілер бір бас алда тұр. Бұл жерде қарапайым есікті ашқан күндегі баспалдақтар клиренс 212 мм екенін есепке алатын болсақ, бұл толыққанды биік көлік. Сол кезде сізге ешқандай қиындықсыз оңтайлы баспалдақтар шыға келеді, еркін отырасыз, еркін түсесіз. Ұзындығын айттық, кең көлемді 5 метр 200 мм ұзын көлік алып, бұл деген кеме ғой. Жолда сіз жүрмейсіз, жолда сіз көлікті айдамайсыз, жолда сіз малтисыз, балқисыз. Тағы да жеткізе алмаймын. Бұл жерде барлығы соңына дейін, ойына дейін ойластырылған, күніне дейін жеткізілген. Кеттік, артын көрейік. Range Rover автобиографияның артқы көрінісі жайында. Артқы шамдары біршама жинақталып өзгертілген. Бұл енді толыққанды жол талғамайтын джип болғандықтан, бізде артқы жүк қоймасы былай ашылады. Барлы электронды. Еркін бос форматында осы күйінде 909 литр көлем бар. Егер артқы орындықтарды жатқызатын болсақ, 2000 литрге дейін бізде бос орын болады. Енді бұл деген кең дала, еркін төсек салып жатуға да болады. Яғни толыққанды жабай табиғатта, әсем көркем табиғатқа шығатын болсақ, бұл жатын орын. Сонымен қатар артымызда бізде 220 вольттық қуаттағыш бар. Ойлаңыздар, кәдімгідей 220 вольттық розетка бар. Артқы орындықтарды бізде мына жердегі баптаулар арқылы, пернелер арқылы жатқызуға болады. Тіпті қарапайым мына пластмассаның өзі, мынандай пластмассаның өзі ерекше жасалған. Қалада қазір жүріп жүрген біраз көліктен қарағанда сапалырақ. Ұлыбритандықтар, аристократсыңдар ғой, аристократсыңдар. Негізі автобиографияның иелері осы жерде тұрады. Себебі бұндай көлікті алуға мүмкіндігің болса, сен міндетті түрде артта отырасың, алда өзіңнің жеке жүргізушің болады. Қараңыздар, арттағы баптаулар, сіздің арттағы диваныңыз, отыратын орындығыңыз 21 түрлі баптау бар. Сонымен қатар ыстық тастар атты массаж бөлімі де бар. Жай ғана барлық баптауларды осы жерден реттесек болады. Өзімнің конференцияға барғандағы түрімді қарасам болады, өзінің айнасы. Сонымен қатар барлығын реттейтін өзіміздің пульт. Әрине, бұл ескі заман, қайда бұның дәуірі өткеніне. Бірақ дегенмен классиканың аты классика. Бұл да өзіндік бір шарм, өзіндік бір ерекшелік сыйлайды. Салмақты бәле, кәдімгі смартфон секілді. Автобиография көлігінің артта отыратын жолаушысы, нақтырақ айтқанда иесі, барлық құзыретті өзінің қолында. Бір ғана пернемен мен автокөліктің ішіндегі барлық музыканы әуенді өшіре аламын. Үстіміздегі панораманы шатыр, терезе, оны ашу жабу баптаулары толыққанды менің құзыретімде. Ал енді біздің отырысымызды, жайлылығымызды реттейтін пернелер баптауларын қарасаң, құдды бір қиын бір компьютер тектес. Бұндағы түрлі орындау баптаулар алда отырған жолаушының тіпті орындығын да жылжытып тастай алатын бізде құзырет бар. Сондықтан алда отырған адамның мазасын да алуға болады әрине.
Дегенмен бізде аяғымыз талмас үшін, мойнымыз талмас үшін түрлі баптаулар енгізілген. Әрине бұл бір жағынан Mercedes-Benz-тің S-классындағы автокөліктерге келеді, бірақ дегенмен автобиография толыққанды люкс класс атағына лайық, және ол солай болып табылады. 4 зоналы 4 бөлімді толыққанды климат контроль, арт жақтағы жолаушы, арт жақтағы көлік иесі өзіне барлық баптауларын еркін енгізе алады. Ішкі дизайн жайлы. Салыстырмалы түрде 3-ші буындағы 12 дюймді экранды бізде қазір 10 дюймді 2 экран алмастырған. Яғни толыққанды мультимедиаға жауап беретін, сонымен қатар автокөліктің баптаулары пешті реттейтін осындай 10 дюймді толыққанды сенсорлы экран баптаулы орнатылған. Рөл классикалық Range Rover-лік рөл. Байқап қарасаңыздар, жоғарғы тұсы мен төменгі жағы толыққанды ағаштан жасалған. Біреу бұны бәлкім силикон не болмаса басқа бір материал деп ойлауы мүмкін, бірақ бұл толыққанды ағаш. Ішіндегі жасалған баптаулары барынша бай жасалған. Міне қарасаңыздар, міне мынаның барлығы. О, шіркіндер ай, қарақшы түсіріп аш. 25 майды бітіріп дарындықтар ау дейміз. Тура басып бара жатыр. Қайдан білсін, болашақ өмірдің ауыр болатынын. Ал сәт сапар, құрметті жас түлектер. Бүгін нақты 25 мамыр. Мектеп кезі есімізге түсіп, Көктөбеге қашқан күндерімізді есімізге алып, Алматы алақандағыдай көрінетін жер Көктөбенің тұсына келіп қалдық. Шын ба, 18-ге енді толғансың ба, қасыңдағылар құрдасың ба, қалдырып бұратты жаңа сені, секілдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоңып қалыпсың, көбейтейін жылуды, бері кел, ішті шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бер районға, ұйықта оятамын жеткесін районға. Саған бәрі қап-қара, мен сені көріппен жеткіземін үйіңе, түсірерсің есіңе келгенде өз күйіңе. Мен сені көріппен жеткіземін үйіңе, түсірерсің есіңе келгенде өз күйіңе. Мен түрімді жаттайсың, бірақ мен Құрметті көрермен, Land Rover автоконцернінің өнімі Range Rover автобиографи Long жайлы шығарылымыз өз мәресіне таяп қалды. Бізбен бірге болыңыздар, арнамызды дамытуға көмектесіп, достар, туысқандар, бауырлар, сыныптастар WhatsApp желісінде сол топтарға жіберіңіздер, лақтырыңыздар. Қателік кемшіліктер болса міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Біз ары қарай дами береміз, және қазақ контентінің дамып, көрермені көбейіп, бағалайтын көрермен болса біз қызмет етуге әрқашан даярмыз. Келесі аптада кездескенше сау саламатта болыңыздар. Бер өзім айталам, уайымдама, үйіңе апарам, айналаңда, саған бәрі қап-қара.